Баршаңызға сәлем. Өте дәмді творожный пирог дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Үстіне жұмсақ сары май саламыз, жақсылап араластырамыз. Қопсытқышты ұнға салып араластырып қоямыз. Массамызға салып қамыр жасаймыз. Осындай қамыр шығуы қажет. Әзірше пакетке салып тоңазытқышқа қойып қоямыз. Начинкасын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып, үстіне сметана, творожный масса саламыз. Жақсылап араластырамыз. Начинкамыз дайын. Енді қамырымызды екіге бөліп, үлкендеу бөлігін қамырдың табанның астына орналастырамыз. Кішкентай бөлігін табанның осылай жан-жағына орналастырып шығамыз. Шанышқымен осылай тегістеп шықсаңыздар болады. Начинкамызды салып, қызған пеште 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Баршаңызға ас болсын.